Балаға қатысты ырымдар мен тыйымдар. Біріншісі, күн батар кезде кешқұрым балаңызды ұйықтатпаңыз, өзіңіз де ұйықтатмаңыз. Себебі бұл уақытты өлара кезең деп атайды. Күн мен түннің періштелер мен жындардың арпалысатын уақыты. Екіншісі, 6 айға дейінгі сәбиіңізді қас қарая бастағанда жалғыз қалдырмаңыз. Бұл уақытты жалғыз қалған сәбиді жындар келіп, өзінің баласымен ауыстырып кетеді деген халық арасында мистикалық әңгіме бар. Сондықтан кеш түсе бастағанда сәбидің жанында үлкен адам болуы керек. Үшіншісі, алыстан жол жүріп келген жолаушыға енді ғана босанған әйелдің бөлмесіне кіруіне рұқсат жоқ. Алдымен үйге кіріп беті қолын жуып, киімін ауыстырып, содан кейін ғана барып сәбиді көруіне рұқсат. Мұның себебі алыс сапардан келген адамға жол жөнекей жындар мен қара ниетті адамдар жолығуы мүмкін. Сол энергияны сәби жатқан бөлмеге алып кірмеу керек. Төртіншісі, бос бесікте тербетпе. Бұл бұрыннан келе жатқан жаман ырым. Бесіктің ішінде сәби болғанда ғана оны тербетуге болады. Бесіншісі, баланы ұруға болмайды, әсіресе сыпыртқымен, көсеумен ұруға болмайды. Бұлай істегенде балаға бәле жабысады, қырсық шалады деп ырымдалады. Алтыншысы, түнде баланың бетіне айдың сәулесі түсіп тұрса, пердені жабу керек, өйткені айдың мистикалық энергиясы бар. Жетіншісі, бала қырқынан шыққанша түнде алып жүруге болмайды, өйткені түннің энергиясы баланы ауруға ұшыратуы мүмкін дейді. Сегіншісі, ұл баланы 40 күнге жеткізбей, ал қыз баланы 40 күннен асырып 40-нан шығарады. Құрметті сіз білмейтін қызықтар арнасының оқырмандары, егер осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сәттілік.